Коралловый клубта екі түрлі лецитин бар. Лецитин соевый, лецитин подсолнечный. Соевый ол мынадай капсулда май қышқылы, және май қышқылы, подсолнечный мындай капсулда. Егерде капсулды іше алатын адамдарға, я болмаса желатиновый, соевый капсулды іше алатын адамдарға. Егерде соядан аллергия болатын болса, мына түрінен онда мынаны ішуге болады. Лецитиннің екеуі де мықты, екеуінің айырмашылығы айырып алатындай ештеме жоқ. Негізгі маңызды лецитиннің маңызы адам организмінде май қышқылы. Май қышқылы ең бірінші, мысалға, лецитиннің құрамы фосфолипид деп айтады. Фосфолипид деген ол клетканың маңызды құрылымындағы маңызды керекті май деген сөз. Фосфолипидный деп айтылатын. Сондықтан бұл лецитиннің құрамының біздің организмге күнде 3 түрлі маңызды май қышқылы керек. Яғни біздің бүйректің сыртындағы пленка, бауырдың сыртындағы пленка, миды қоршап тұратын пленка, оның барлығы лецитин пленкадан тұрады. Егерде сүйектің ішіндегі май болса, әрбір сүйектеріміздің ортасындағы қозғалтып тұратын май, осының барлығы осы лецитинге байланысты. Егерде сіздің организміңізде лецитин, май қышқылы азайып бастайтын болса, көру, есту қабілеті де төмендейді, қозғалыс та төмендейді. Я болмаса май қышқылы азайып бастаса, даже бүйректегі, өттегі тастардың да болуы сол лецитиннің азайып кетуі, май қышқылының азайып кетуі. Сондықтан біздерде лецитин біздің нервный системаны дұрыстайды. Соның ішінде раздражительный боласыз, үнемі жаңағы ұйқының қанбауы, я болмаса жаман холестериннің болуы, және бауырдың қызметінің төмендей бастап, әртүрлі жаңағы бауыр ауруларына да алып келетін осы лецитиннің азайып кеткендігі. Сондықтан лецитин болған жерде темекі тарту, арақ ішу азаяды. Егерде лецитин толық болатын болса, организмде ондай жаман нелердің барлығы алдын алады. Сондықтан күнделікті бұл тамақ ретінде, ас ретінде үнемі пайдаланып отыру керек. Екеуден 2 мезгіл ішіп отыратын болсаңыз, біреуден 3 мезгіл ішіп отыратын болсаңыз, сіз қандай да болмасын май қышқылының жетіспеуі, май қышқылы соның ішінде зат алмасу процесіне көп көмектеседі. Сондықтан әрбір аурудың алдын алу майдың орнын толықтырып отыратын осы лецитин. Айырмашылығы жоқ. Егер сізге ұнаса, соевый лецитинді ішуге болады, бұның құрамында 1200 мг, ал жаңағы подсолнечный лецитинді 550 мг. 550 болатын болса, сіз оны екеуден 3 мезгіл ішуіңізге болады. Екеуден 2 мезгіл ішуіңізге болады. Ал соевыйда 1200 болғандықтан біреуден 3 мезгіл, я болмаса екеуден 2 мезгіл ішуге болады. Сондықтан артық етпейді, ол үнемі лецитинді организм қажет етіп тұрады. Егерде сіз онымен коралловый сумен ішіп отыратын болсаңыз, сіздің бауырыңыз 70% судан тұрады, бүйрегіңіз 70% судан тұрады, мозық 90% судан тұрады. Соның барлығын алдын алып, қоректі тамақ